Ешкімге ренжімеңіз. Ешкім сізге еш нәрсе беруге міндетті емес, соны біліңізші. Барлығымыз ұзақ өмір сүргіміз келеді. Әйтсе де ұзақ өмір сүрудің сыры ол денсаулықта, ал денсаулықтың сыры дұрыс ұйқы, дұрыс тамақтану, спорт ол екінші орында. Ал бірінші орында ол көңіл күйдің дұрыстығы, достар. Ал көңіл күйіңіз дұрыс болу үшін ең бірінші нәрсе ешкімге ренжімеңіз. Кешіре салыңыз, барлығын жиыстырып алыңыз да өмір сүріңізші. 7 миллиард адамның 100 жылдан кейін ешқайсымыз болмаймыз, ойлаңызшы. Бір нәрсені түсініңіз, ешкім сізге еш нәрсе беруге міндетті емес. Енді Рамазан айы ғой, тілге тиек етіп айта кетейік. Пайғамбарымыз ол кісіге Алланың игілігімен сәлем болсын, сахабалармен отырып, сендерге жәннаттық кісіні көрсетейін ба деп айтты дейді. Сонда қарапайым қатардағы бір сахаба кіріп келді дейді. Және бірнеше күннен кейін сендерге жәннаттық кісіні көрсетейін бе? Сәлден кейін есіктен әлгі сахаба тағы кіріп келеді. Жақсылықта жарысқан сахабалардың алды болып жүретін Омар ибн әл-Хаттаб, ол кісінің үйіне құдай қонақ болып барады. 2-3 күн құдай қонақ болып барып, ол кісінің амалдарын аңдиды. Мүмкін түнде тахажжудқа тұратын шығар, түнімен намаз оқитын шығар, күндіз ораза ұстайтын шығар деп. Жоқ, ол кісі тахажжудқа да тұрмаған, күндіз нәпіл ораза да ұстамаған. Енді қазақта құдай қонақты сұрамайды, не үшін келген. 2-3 күн өткеннен кейін, ал енді бұйымтайыңыз бар ма, не үшін келдіңіз деп 2-3 күннен кейін сұраған. Бұл әне сол шариғаттан алынса керек. 2-3 күннен кейін әлгі сахаба Омар әл-Хаттабтан сұрайды, неге келгендігін. Сонда Омар, пайғамбарымыз сізді жәннаттық сахаба деп айтты. Мен сіздің амалдарыңызды аңдыдым. Түнде намазға тұрмайсыз, күндіз нәпіл оразада ұстамайсыз. Мен түсінбедім дегенде, пайғамбарымыз менің бір жақсы әдетімді айтқан, мүмкін сол шығар. Мен жатар алдында қолымды жайып, Алладан, я Алла, сенің ризалығың үшін барлық мұсылмандарды кешірдім деп, кешіріммен ұйықтаймын деген екен. Кешірімді болайық, Рамазан айы ғой. Оразаның бітуіне 2-ақ күн қалды. Кешіре алмай жүрген жандарыңыз болса, кешіріп қойыңыз. Денсаулықтың мықты болуы ең алдымен көңіл күйдің дұрыстығына байланысты. Өзіңмен күрес.